Әлем кубогы жарысынан жүлдемен оралған спортшыларды қолдаушылары күтіп алды. Венгрияның астанасы Будапешт қаласында спорттың кикбоксинг түрінен бақ сынаған олар жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізді. Сайысқа қатысушылар кадеттер, жастар және ересектер категориясы бойынша бақ сынасты. Кіл мықтыларды жинаған жарысқа жаһанның 35 мемлекетінен 2500 спортшы қатысқан. Шымкент қаласынан ересектер арасында 3 спортшы, кадеттер арасында 5 спортшы, жастар арасында 1 спортшы қатысты. Ересектер арасында 1 алтын, 1 күміс, 1 қола, жастар арасында 1 алтын, кадеттер арасында 4 алтын, 1 күміс, 1 қола медалға ие болды. Қалалық нөмір 11 шығыс жекпе-жек түрлерінен мамандандырылған жастар мектебі аталмыш жарыста үздіктер қатарынан көрінді. Додада алтын медаль иеленгендер қатарында жерлестеріміз Сәрсекбаев Марат, Бөлебек Сырымбек, Қанатұлы Дулат жеңімпаз атанды. Мен өз қарсыласым 4 қарсыласпен шықтым. Бірінші қарсыласым Израильді көрді, екінші қарсыласым Чехия, үшінші қарсыласым Молдова, төртінші финалда қарсыласым Россиянс болды. Қарсыластарым осал емес, мықты болды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Өзім жеке бапкерлеріме рахмет айтамын. Ата-аналары мен бапкерлердің артқан үмітін ақтаған саңлақтар мұнымен тоқтап қалмаймыз деп отыр. Олар Италияның Венеция қаласында өтетін әлем чемпионатында топ жаруды көздеп отыр.